Сәлем достар, өзен өзінің табиғи арнасымен ағып жатқан ағынды су, немесе ағып жатқан тұщы судың табиғи жолы. Өзен басқа бір өзенге, көлге, теңізге, мұхитқа, немесе үлкен су қоймасына барып құяды. Өзен жаңбыр суынан, еріген қар мен мұздықтардан, қайнар бұлақтардан, немесе арнасынан тасыған көл суларынан нәр алады. Барлығымыз балалық шағымызда туып өскен жерімізде өзендер болса, сол өзендерден балық аулап, шомылуға мүмкіндік болса, шомылып өскенбіз. Сіздер білесіздер ме, әлемде қауіпті өзендер де бар екен. Сіздермен бірге Q-Life арнасы. Бүгін біз әлемдегі ең қауіпті 5 өзен жайлы білетін боламыз. Егер арнамызда алғашқы рет болсаңыз, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Рио Тинто өзені, Испания. Рио Тинто бұл Андалусия тауында ағып жатқан өзен. Көне замандардан бері бұл өзен жағасында кен байту істері жүргізіліп келе жатыр. Мысалы алтын, мыс және тағы басқа металдар. Соның салдарынан өзенді күкірт қышқылы басып алған. Мұндағы көптеген қазба карьерлер айдың пейзажына өте ұқсас келеді. Ай пейзажы мен қызыл өзен сюрреалистік картинаны еске түсіреді. Ғалымдардың пікірінше, Марс, Ай және Юпитер ғаламшарларының жер қыртысының астында дәл осындай өзендер болуы мүмкін. Янцзы өзені, Қытай. Қытай өзені Янцзы Еуразиядағы ең ұзын, әрі суы мол өзен. Сонымен қатар бұл өзен әлемдегі ұзындығы жөнінен Амазонка мен Нилден кейін 3-ші орында. Өзен орналасқан Чунцин портты қаласы елдің ірі өнеркәсіп орталығы. Өзен жағалауында көптеген фабрикалар мен зауыттар жұмыс істейді, ал қалған қалдықтарын Янцзыға ағызып жіберетін көрінеді. Өзен суының құрамынан адам денсаулығына қауіпті химикаттар кездеседі екен. Қытай елі басшылығы өзенді қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуді бастағанымен, Янцзы әлі де әлемдегі ең қауіпті әрі лас өзендерінің қатарынан шыға алар емес. Амазонка өзені, Оңтүстік Америка. Әлемдегі ұзындығы мен суының молдылығы жағынан алғашқы орынды иеленетін Амазонка қауіптілігі жағынан да алғашқы орындарда. Өзенде әлемнің ең жыртқыш жануарлары мен жәндіктері кездеседі. Топтасып жүретін пиранья балықтары, қара каймандар, анаконда мен ірілі ұсақты жыртқыш көптеп кездеседі. Сонымен қатар Амазонка алабы нағыз паразиттердің де отаны. Ганг өзені, Үндістан. Бұл өзеннің ластануына өндіріс пен халық санының артуы себеп болып отыр. Үндістер қасиетті деп атайтын Ганг өзенінің қазіргі жағдайы өте мүшкіл. Бұл өзен суына жергілікті жұрт өртенген мәйіт күлін тастайды, жуынады, тұрмыстық қалдықтарын ағызады. Тіпті мұнда шомылудың өзі қауіпті. Түрлі жұқпалы ауруларды адамдар шомылып жүріп жұқтырып алады. Яғни өзенде энтеробактериялардың мөлшері жоғары. Соның салдарынан жылына Ганг өзеніне шомылған мыңдаған адам дүниемен қоштасып жатады. Цитарум өзені, Индонезия. Цитарум әлемдегі ең лас өзен. Индонезия астанасы Джакарта қаласының маңынан ағып өтетін өзенге 9 миллион тұрғынның қоқысы тасталады. Өзендегі қоқыс қалдықтарының көптігі сондай, бір көрген адам мұны өзен деп әсте ойламайды. Керісінше, қоқыстан төселген кілем деп қабылдауы мүмкін. Ұзындығы 300 шақырымды құрайтын өзен жағалауында 500-ге жуық зауыттар мен фабрикалар бар. Алғашында осы өндіріс орындары қалдықтарын шығарумен өзенді ластаса, кейіннен тұрғындар да қоқыс тастауға еттері үйреніп кеткен. Тіпті өзеннің кей тұстарында өзен суын ауызсуға пайдаланады да екен. 1980 жылға дейін өлкенің көркем мекені болып келген Цитарум бүгінде әлемдегі ең қауіпті өзендердің қатарына еніп отыр. Назарларыңызға рахмет. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі сіздердің басқан лайктарыңыз Q-Life арнасының дамуына көптеген әсерін тигізеді. Сіздермен бірге болған мен Қуаныш. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.